Атамбаев, 19 қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есі болмайды. Естіп, көріп, ұстап татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаман таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Су естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дене сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалқақтанып, не салбырап, сағырттанып есітсе, не ескен жерде қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көз жетсе де, шыға беріп қайта қапына кетсе, естіп, есітпей, не керек осындай сөз? Танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді тани соншорқан баққан жақсы деп бір хақым айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Жақсы.